Қадырдың бақыты. Баяғы өткен заманда бір ауылда Еділ және Қадыр атты ағайынды екі жігіт болыпты. Үлкені өте еңбекқор, ал кішісі жалқау әрі қызғаншақ болған екен. Бірде Қадыр ағасына келіп, ағасы бұл қалай болғаны деп мұңын шаға бастады. Біз екеуміз руымыз бір әке-шешеден туғанбыз, ал талайымыз әр басқа. Сенің әрқашан жолың болып жүреді. Менің жолымда бірдеңе кезікпей тұрмайды. Сенің қойларың егіздеп туады. Түгін тартсаң, майы шығады. Ал менің қойларымның құр жаны жүреді. Бәйгеде сенің атың алдымен келеді, ал менікі орта жолда қалады. Сенің дастарханыңнан ет пен қымыз үзілмейді, ал маған быламықтан басқа тимейді. Еділ інісіне күлімсірей қарап, маған менің бақытым көмектесіп жүр ғой дейді. Ал менің бақытым маған неге көмектеспейді? Әркімнің өз бақыты өзінде, Қадыр. Менің бақытым еңбек еткенді жақсы көреді. Ол сенің бақытың сірә биік қарағаштың түбінде ұйқысынан оянбай жата беретін болар. Онда тұра тұр деп ойлайды Қадыр. Бақытымды тауып алып, өзіме жұмыс істетейін. Сөйтіп ол сол күні-ақ жолға шығады. Бірталай жүргеннен кейін кенет оған тастардың тасасынан алпамсадай арыстан шыға келеді. Қадырдың зәресі кетті. Арыстан бұған қарап, сен кімсің деп сұрайды. Мен Қадырмын, биік қарағаштың түбінде ұйықтап жатқан бақытымды іздеп барамын. Арыстан бұған жақындап келіп, мен саған тиіспейін, Қадыр, бірақ сен менің өтінішімді орындаймын деп уәдеңді бер. Өз бақытыңнан менің неге күнде ішім ауыратынын және оған ненің шипасы болатынын сұрап білші дейді. Бұған қатты қуанған Қадыр арыстанға ненің шипа болатын бақытымнан сұрап біліп келермін деп уәде береді де сол бетімен тағы ілгері жүреді. Келе жатып алдынан бос егістік алқаптың жанында отырған шал мен кемпірді көреді. Орталарында сұлулығын айтып жеткізе алмастай қыздар отыр. Үшеуі де жылап отыр екен. Неге жылап отырсыңдар деп сұрайды Қадыр шалдан. Мына алқапты сатып алғаныма 3 жыл болды, бірақ қанша өңдесек те өнім беретін түрі көрінбейді дейді шал. Еңбекқор шал мен кемпірді аяп кеткен Қадыр бақытымнан бұл жердің неге өнім бермейтінін сұрап білермін деп уәде береді. Бірнеше күннен кейін Қадыр бір үлкен қалаға жетеді. Бірақ жан-жағына қарап келе жатқанда кенет оның ханның күзетшілері ұстап алып, дедектетіп сарайға әміршінің алдына алып келеді. Хан өз жайынан шығып бұдан, жат жерлік адам, қайда бара жатырсың деп сұрайды.
көрдім ғой. Сөйтіп жігіт арыстанға өзінің басынан кешкендерін айтып береді. Оның айтқандарын тыңдаған жыртқыш аң мұның сөздеріне мәз болып күледі де: ең ақылсыз адам алдымда тұрса, басқа жерді шарлап нем бар? Бақытың бірнеше рет алдыңнан шықса да, бәрінен бас тартыпсың ғой, дейді. Сонда арыстан қадырды жемек болып атылғанда мүлт кетіп терең құздағы өзенге құлап кетті. Бақыт деген осы болады-ау деп айқайлайды Қадыр өзінің тірі қалғанын білген кезде. Сөйтіп Қадыр нағыз бақыт дегеннің не екенін түсінді.